Сәлеметсіздер ме, балалар? Жаратылыстану пәнінен бүгінгі сабағымызды бастаймыз. Бүгінгі тақырыбымыз дүниежүзі халқының нәсілдік құрамы. Балалар, бүгінгі сабақта дүниежүзі халқының нәсілдік құрамымен және нәсілдер мен нәсіл аралық топтардың таралу аймақтарын анықтайтын боламыз. Балалар, суреттерге назар аударайықшы. Не байқадыңыздар? Дұрыс айтасыздар. Бұл суретке қарап, жер бетіндегі халықтардың сыртқы келбетінің әркелкі болатындығын аңғаруға болады. Адамдардың жер бетіне таралуы барысында адамзаттың қауымдастығы, яғни популяция қалыптасты. Популяция белгілі бір аумақта қоныстанған адамдар тобы. Бұл топтар бір-бірінен алшақта өмір сүргендіктен араларында байланыс болмады. Осылайша, табиғи сұрыпталудың нәтижесінде жер шарында 3 түрлі нәсіл қалыптасты. Нәсіл дегеніміз белгілі бір географиялық аймақта қалыптасқан өзіндік тектік ерекшеліктері бар адамдардың үлкен тобы. Нәсілдер бір-бірінен өзіндік белгілері бойынша ерекшеленеді. Бұл нәсілдік ерекшелік деп аталады. Алдағы уақытта нәсілдік ерекшеліктерге тоқталатын боламыз. Негроидтық нәсіл негізгі нәсілдердің бірі болып саналады. Суретте көріп отырғандай, негроидтық нәсілдің сыртқы белгілері мұрны жалпақ, ерні қалың, терісі қара, шашы бұйра тығыз және жақ сүйегі шығыңқы келеді. Негроидтық нәсілдің өкілдері Африка, Австралия және Америка құрлығының кейбір бөліктерінде өмір сүреді. Монголоидтық нәсіл бұл несімен ерекшеленеді? Монголоидтық нәсілдің сыртқы белгілері шашы салалы, қайратты, терісі сары, мұрны тәмпіш, беті жалпақ және ерекшелігі көздері қысыңқы болып келеді. Бұл нәсіл өкілдері Азияның көп бөлігін, Солтүстік Американың солтүстігін, орталық және Оңтүстік Американың кейбір бөліктерінде қоныстанған. Европоидтық нәсіл өзіндік ерекшеліктермен бөлек көрініп тұрады. Олардың терісі ақ, ерні жұқа, қыр мұрынды, шашы толқынды немесе жатық, көздері көк болып келеді. Европоидтық нәсілдің өмір сүретін аймақтары Европа, Батыс Азия, Солтүстік Африка, Солтүстік және Оңтүстік Америка, Австралия және Жаңа Зеландия. Балалар, негізгі нәсілдерден бөлек жер шарында нәсіл аралық топтарда кездеседі. Европалықтардың отарлауынан пайда болған Америкадағы жаңа нәсілдер осындай нәсіл аралық топтарға жатқызылады. Үндістер мен, яғни моңғол тектес нәсілдер мен европалық нәсілдердің араласуынан пайда болған ұрпақты метистер деп атайды. Моңғол тектес нәсілдер мен негроидтық нәсілдердің некелесуінен пайда болған ұрпақ самбо деп аталады. Және европалық және негроидтық нәсілден пайда болған ұрпақты мулаттар деп атайды. Балалар, қалай ойлайсыздар? Қазақтар қандай нәсілге жатады? Бұл сұрақтың жауабын білу үшін бейне материалға назар аударайық. Қазақстан жерін көне дәуірде мекендеген тайпалардың бет пішіні, түр сипаты туралы деректер қола дәуірінен бастап кездеседі. Қазақстан жерін қола дәуірінде Андрон мәдениетіне жататын тайпалар мекендеді. Андроновтық археологиялық ескерткіштер көбіне солтүстік, орталық және шығыс Қазақстаннан табылған еді.
Осы аумақтағы Алексеевка, Ой-жайлау, Зивакина қорымдарынан табылған бас сүйектерді зерттеу нәтижесінде андроновтық тұрпат анықталған. Академик Валерий Алексеевтің сипаттауынша, андроновтық тұрпаттағы адамдардың бас сүйегі үлкен, беті дөңгелек, мұрны көтеріңкі келеді. Сақтарда еуропоидтық белгілер басым болған. Себебі олардың бас сүйегі шағын, беті жалпақ, маңдайы тайқы, көз ұясы шығыңқы болды. Сақтардың антропологиялық ерекшеліктерін зерттеу біздің заманымыздан бұрынғы бірінші мыңжылдықтың екінші жартысында Қазақстан аумағында нәсілдердің араласуы басталғанын көрсетеді. Сақтардың түр сипатында монғолоидтық белгілер пайда бола бастаған. Үйсіндердің бас сүйегі орташа, маңдайы тайқы, бет сүйегі мен кеңірсегі шығыңқы, қабағы дөңес, мұрны орташа болды. Бұл сақтарға қарағанда үйсіндерде монғолоидтық белгі басым екенін көрсетеді. Монғолоидтық белгілер үйсін еркектеріне қарағанда әйелдерінде көбірек кездеседі. Сарматтар тұрпаты жағынан үйсіндерге ұқсайды. Бас сүйегі үлкен, мұрын сүйегі дөңес, көзі үлкен. Сарматтардың тұрпатында да монғолоидтық белгілер байқалады. Ғұндардың қоныс аударып келуіне байланысты жергілікті тайпалардың тұрпатының басым бөлігінде монғолоидтық белгілер анық байқалды. Монғолоидтық және еуропоидтық тайпалардың араласуының нәтижесінде жергілікті тураноидтық, оңтүстік Сібір нәсілдік тип қалыптасты. Бұл тайпалар антропологиялық тұрпаты жағынан қазіргі қазақ халқына ұқсай түсті. Қазақ жерінде монғолоидтық белгілер Шыңғыс ханның жаулап алу кезінде күшейді. Ал бүгінде қазақ халқының антропологиялық белгісінің 70% монғолоидтық, 30% еуропоидтық белгілерден құралады. Балалар, бүгінгі сабақты қорытындылау үшін тапсырмалар орындайық. Бірінші тапсырма. Нәсілдерге тән дұрыс ақпарат берілген қатарды анықтаңыз. Дұрыс айтасыздар. Дұрыс ақпарат берілген қатар үшінші нұсқа. Яғни, моңғол тектес нәсілдердің беті жалпақ, көздері қысыңқы, шаштары салалы келеді. Екінші тапсырма. Нәсілдер өмір сүретін аймақтарды топтастырыңыз. Балалар, сіздер дұрыс топтастырды деп ойлаймын. Европоидтық нәсілдер Европа, Батыс Азия, Солтүстік Африка, Солтүстік және Оңтүстік Америка, Австралия мен Жаңа Зеландияда қоныстанған. Монғолоидтық нәсілдің өкілдері Азияның көп бөлігінде, Солтүстік Американың солтүстігінде, орталық және Оңтүстік Американың кейбір бөліктерінде қоныстанған. Негроидтық нәсіл Африкада, Австралияда және Америка құрлығының кейбір бөліктерінде өмір сүреді. Нәсіларалық топтар негізгі басым бөлігі Оңтүстік және Солтүстік Америкада орналасқан. Балалар, бүгінгі сабақта сіздер дүниежүзі халқының нәсілдік құрамын және негізгі нәсілдер мен топ аралық нәсілдердің таралу аймақтарын анықтадыңыздар. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.